Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін сабақта 68, 69, 70 есептерді түсіндіретін боламын. 68 есеп майлығы 25%, 3 кг қаймаққа майлығы 45%, 1 кг қаймақ қосылды. Қоспа қаймақтың майлығы неше процент? Оқушылар, біз саны, аз саны неше проценті құрайтынын оны таба аламыз. Енді біз мұнда процент арқылы салмағын тапсақ болады. Яғни майлық қанша салмақ соны табамыз. Яғни бізде аның б-ға қатынасы көбейтілген 100% тең процентті табу формуласы бар. Енді мұнда біз проценттерді қоямыз, ал мұнда салмақты қоямыз. Проценті 25%, асты негізі 100 болады, көбейтеміз 3 килограмға. Сонда майлығы 25 пен 102 қысқарады, 4-тен 1 болады. 1-ді 3-ке көбейтеміз, бөлеміз 4-ке, сонда 0,175 болады. Бұл бізде 3 кг 25% қаймақтың майлығы. Енді келесі 45% 100% көбейтеміз 1 килограмға. 45-ті көбейтеміз 1-ге, бөлеміз 100-ге, 0,145 болады. 0,145 1 кг 45% қаймақтың майлығы. Енді оқушылар, осы 0,175-ге қосамыз 0,145-ті және астында 3 пен 1-ді қосамыз, көбейтеміз 100%-ға. 0,175-ті 0,145-ге қосатын болсақ 1,2 болады. Оны бөлеміз 4-ке, көбейтеміз 100-ге, сонда 30% болады. Яғни 120-ны 4-ке бөлеміз. Сонда оқушылар, жауабы бізде қанша болады екен? 30%-ке тең болады екен. Келесі оқушылар, компот қайнату үшін алынған алма, алмұрт және қара өрттің массаларының қатынасы 12, 5, 3 қатынасындай болды. 12, 5 және 3 қатынасындай. Компот қайнату үшін алынған жемістердің неше проценті алма, неше проценті алмұрт, неше проценті қара өрік. Қанша бөлік екен табылады? 12-ге қосамыз 5-ті, қосамыз 3-ті, тең болады 20 бөлікке. Енді осы мынау бізде алма, алмұрт, мынау қара өрігі. 12 саны 20-ның қанша процентін құрайды, соны табамыз. 12 көбейтеміз, 100-ді бөлеміз 20-ға, яғни 120-ны 2-ге бөлу деген сөз 60%. Бұл бізде 60% алма. Келесі 20-ның 5 бөлігі. 5 саны 20-ның қанша процентін құрайды, соны табамыз. 5-ті көбейтеміз 10-ға, мына 2-ні қысарып кетеді, бөлеміз 2-ге. 50-ді бөлеміз 2-ге, 25%. Бұл бізде алмұрт. Енді соңғысы 3 саны 20-ның қанша проценті? 300-ді бөлеміз 20-ға, яғни 30-ды бөлеміз 2-ге. 15% қара өрік. Оқушылар, түсінікті, сонда 60% алма, 25% алмұрт, 15% қара өрік. 60-ға қосамыз 25-ті, 85, оған қосамыз 15-ті, барлығы 100% шықты. 70-ші есеп, жер бетіндегі құрлықтың ауданы шамамен 150 миллион километр квадрат. Ақпараттық коммуникациялық технология көздерін пайдаланып, жер бетінің ауданын миллион километр квадрат есебімен жазып алыңдар. Жер беті ауданның неше процентін құрлық құрайтын есептеп табыңдар, жауабын бүтінге дейін дөңгелектеңдер. Оқушылар, АКТ-ны қолданып, яғни интернетті қолданып, жер бетінің ауданы 550 миллион километр квадрат деп аламыз. Енді осы 150 миллион, 550 миллионның қанша процентін құрайды, соны табамыз. 150 миллион, миллион жазбай қойық, астында өткені 510 миллион болып тұр. Көбейтеміз 100%-ға.
150-ді бөлеміз 510-ға, көбейтеміз 100-ге. Мына екеуін қатынастырсақ 0,129 болады. 100-ге көбейтеміз, сонда 29%. Сонда оқушылар, бізде жер беті ауданының 29% құрлықты құрайды екен. Түсінікті, оқушылар, бүгін сабағым осымен аяқталды. Егер түсінбеген сұрақтарың болса, комментарийға жазып сұрасаңдар болады. Ал егер менің каналыма жаңадан қосылған болсаңдар, каналға жазылыңдар, лайк басып, өздеріңнің пікірлеріңді қалдыруды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.